Üçüncüdür. Bәрі көріп отыр, сен не өтірік айтасың? Жарайды. Аллаң өтірік айтқанға нормально қарай ма сенің? Өтірік туралы. Аскорбят етпек, аскорбят етпек. Сүре Мен келтірейін бір рет аскорбят етпек, әлі бір рет аскорбят етпедім, сен бағанан бері аскорбят Ей, етпедің. сен мені өтірікшіге шығарып отырсың, қалай аскорбят етпейсің? Ақылтай, Апелляция клишности деген нәрсе бар екенін білесің ба? Ақылтай, жарайды. Не деген ұятсызсың жала жауып адамға? Сөзден қашпай, қатысы жоқ қой. Тұра тұр, апелляция клишности болды ма, онда сен мына сөзіме жауап берші. Ол біздің мәселеге қатысы жоқ. Тоқташы. Жарайды, Ақылтай. Тоқта. Жарайды. Оны кейін, Ақылтай жарайды. Оны кейін шеше бересің. Мен туралы мынау истерика ғой деп. өзіңше болып тәкаппарланып пікір жазасың. Мынау келісті ма деген не сөз? Мен де саған апелляция клишности жасап көрейін ал. Нормально ма сенікі? Не деген неадекват адамсың сен? Көріп тұрсыздар ма, қалай жеңіліп тұрған, мынау вообще диспуттан қашып тұрған адам ғой, қарасаңыздар. Сөзге жауап бере алмай, бас қайталан, басқа. Сен үшін бар ғой? Көке. Ақылтай, мәселеге қашпай. Нормально жауап бер маған. Жарайды. Неге сен тәкаппарланып, сайтанның ісін жасап отырсың? Алла. Жақсы бауырым. Муслим емессің ба? Кейін айтасың, жарайды. Ал сен, Ақылтай, неге оны моральдық тұрғыдан маған ол жақсы жаман деген идеяны айтып тұрсың, сен бекіте алмайсың оны? Не, сенің тәкаппарланғаныңды қалай бекіте алмаймын? Сенің ислам бойынша түсінікпен де ол сайтанның тірлігі, тәкаппарлық сайтанның қасиеті, білесің бе оны? Или мен үйретейін ба саған? Тәкаппарлық дегенде неге ол жаман деп шештің сен де, мен де жаман. Бірақ сен де неге жаман ол? Неге сен маған айты ондай право имеешь маған сен моральдық тұрғыдан айтуға? Ол сенде жаман емес қой. Қара, менде жаман емес болса, сен жаман емес, да? Жақсы. Мен сенің қазір араб құл екеніңді дәлелдеймін, қара. Егер мен қазақ бола тұра, менің ата бабамның жолы, дүние танымы, тарихы, салт санасы, дәстүрі, соның бәрін сен жоқ деп тұрсаң, сен арабтан ғана алдым деп тұрсаң соны, сен нағыз араб құлсың, бетің айтайын. Қазақтың өз дүние таным түсінігінде тәкаппарлық сияқты, анау кез келген жасыңнан сұрақ қазір, өзінше болмашы деп айтады. Сен оны түсінбей тұрсың, сен оны қайдан үкім алып тұрсың, сенде тәкаппарлық деген ұғым біздің ислам болмаса жоқ деп тұрсың, сен нағыз араб құлсың, бетің айтайын. Жақсы, Ақылтай енді қарай ғой. Сенің қазаққа апеллировать етіп атқаның, сен қазақта ол жақсы жаман деген идеяны қалай түсініп тұрсың сен? Мен сенің дінің бойынша да саған қойып берем қазір. Ана сайтан басын имеген кезде ол тәкаппарлыққа салынады дейді. Сен сол тәкаппарлықты жасап отырсың. Сен сол дінің бойынша да, қазақ бойынша да ешкім болмай отырсың қазір. Тек қана тәкаппар сайтанның ісін жасап отырған. Ақылтай, сөйлес болсаң болды. Қарай ғой, сен де атеист ретінде тәкаппарлық неге жаман сенде, соны айтшы ма? Сенде неге жаман? Менде атеизмде ол скептицизм тұрғысынан. Яғни, сен Құдайдың бар екенін айтып келесің маған, мен айтамын, сұрақтар қоям. Және сенің жауаптарың жоқ болғаннан кейін. Және мен... Скептицизм деген не ол? Ақылтай? Скептицизмге құрылған атеистік көзқарас деген сөз бұл. Ол қандай сөз тіркес? Скептицизмге құрылған атеистік көзқарас деген? Сен сөйлесесің ба? Әрбір сөзге енді талдау жүргіземіз бе? Просто комедия айтып да сен. Тәкаппарлық сұрақ. Тәкаппарлық неге жаман? Соны түсіндір сен. Сұраққа жауап бермедің. Просто түсіндір неге жаман? Уже екі рет тәкаппарлықтың екі тараптан да ислам бойынша да қазақи дүниетаным салт сана бойынша. Сенде оны апеллировать етпе сен исламды, қазақты. Ол мен апеллировать етемін. Мен саған айтып тұрмын. Сенде неге? Атеист қазақ емес па сеніңше? Жоқ, сенде неге ол тәкаппарлық? Атеизм доктринасынан сен онда алып кел. Ұлттан ажыратылады. Сен доктрина деген неге білесің ме, Ақылтай? Айтшы, доктринаны айтшы, чат-GPT-ге қарама. Сенің доктринаң Құраның. Доктрина жоқ, қате. Доктрина деген не, ол айтшы маған. Менің доктринам, менің қазақ